Енді қамыр жайған кезде мен ұсынған лайфхакты қолдансаңыздар, қамырларыңыз идеально жайылып, әрі бір-біріне жабыспай, әдемі пісетін болады. Видеоны сондай тамашалап, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырды илеген кезде міндетті түрде қамырды 2 рет иығын қандырамыз. Сол кезде қамырдың құрамында ешқандай артық түйіршіктер қалмайтын болады. Және де екінші ең басты лайфхак, қыздар, қамырды жайған кезде біз ұн себеміз ғой. Сол ұнға бірге бір, яғни жүгері крахмалын қосасыздар. Сол екеуін бірге араластырып, соны қамырға сүйеп тұрып жаясыздар. Сол кезде қамырыңыз жабыспай, әдемі жайылатын болады. Әрі піскен кезде де бір-біріне жабыспай, дара-дара пісетін болады. Осы видеоны сақтап алып, жақын құрбыларыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Парақшам пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді қамыр жайған кезде мен ұсынған лайфхакты қолдансаңыздар, қамырларыңыз идеально жайылып, әрі бір-біріне жабыспай, әдемі пісетін болады. Видеоны сондай тамашалап, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырды илеген кезде міндетті түрде қамырды 2 рет иығын қандырамыз. Сол кезде қамырдың құрамында ешқандай артық түйіршіктер қалмайтын болады. Және де екінші ең басты лайфхак, қыздар, қамырды жайған кезде біз ұн себеміз ғой. Сол ұнға бірге бір, яғни жүгері крахмалын қосасыздар. Сол екеуін бірге араластырып, соны қамырға сүйеп тұрып жаясыздар. Сол кезде қамырыңыз жабыспай, әдемі жайылатын болады. Әрі піскен кезде де бір-біріне жабыспай, дара-дара пісетін болады. Осы видеоны сақтап алып, жақын құрбыларыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Парақшам пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыздар.